бұл сенсің. Мүмкіндіктердің барлығы көз алдыңда кезек-кезегімен өтіп жатқанын қарап тұрсың. Отырып алып қашан сәтті түсер екен деп күтудесің. Әлі күтіп отырсың, олар өтіп жатыр. Міне енді, жоқ келесіде, жоқ содан кейінгісін, әлі күтіп отырсың. Міне енді, жоқ, өтіп кетті. Болды, шаршадым. Мүмкін келесіде, дәл солай келесі жол мүмкіндігімді қалт жібермеймін. Тура сол сәтте сен сияқты біреу келеді де, ойланбастан біреуін бас салады. Сен келесіде деп күтіп едің ғой, солай ма? Сонымен нағыз арыстан жүректі батыр кім? Сен қай сәттен бастап ештеңеден қорықпай қадам басасың, сол кезде өмір мүмкіндіктері шексіз ашылады. Мына менімен кез келгеніңіздің айырмашылығыңыз, мен ештеңеден қорықпаймын. Рас айтам. Мен сәтсіздіктерге шыдаудан қорықпаймын, қателік жіберуден қорықпаймын, айналамдағылардың сөзінен, өсегінен де қорықпаймын. Менің мүлде қорқынышым жоқ. Егер сен қорқатын болсаң, тек қана әлсіздіктен, кедейліктен қорық. Қорықсаң, мән мағынасыз өмір сүруден қорық. Біз үнемі бастайтын істі кейінге қалдыра береміз. Біз, басқа адамдар біз жайлы не ойлайды деп алаңдаймыз, елдің өсегіне бола көп уайымдаймыз. Бізді қоршаған мұндай теріс пиғылдар өмірімізді улайтын иллюзия сияқты. Қалай ойлайсыз, біз неден көп қателіктер жібереміз? Неліктен өз сезімдерімізді, өзімізді басқара алмаймыз? Бәрімізде тірі адамдармыз, бәрімізде алаңдаймыз, ашуланамыз. Бірақ өміріңде қандай жағдайлардың болып жатқаны маңызды емес. Маңыздысы сол, сен оны қалай қабылдайсың. Мен мұндай сәтте еш тоқталмастан әдеттегі қалыпты нәрселер ретінде қабылдаймын да, ары қарай ісімді жалғастыра берем. Мен өз жетістіктерімді әдетке айналдырып алдым. Басқаша болуы мүмкін емес. Бұл өмірде ешкім сәтсіздікке қызықпайды. Алайда менің де сәтсіздіктерім көп болды. Мәселен, өткен жылы мен 22 түрлі саламен айналысып көрдім. Оның 20-сы сәтсіздікке ұшырады. Тек қана 2-і керемет жетістікке жетті. Жұрттың бәрі жетістікті ғана қалайды. Бірақ сәтсіздіктерсіз жетістікке жету мүмкін емес. Мынаны есіңде сақта. Кез келген сәтсіздік, қателіктердің барлығы бұл тәжірибе. Ал тәжірибе ерте болсын, кеш болсын жетістікке жеткізері анық. Егер біз дәл қазір сенің не үшін, қайда екеніңнің себебін жазатын болсақ, одан ұзақ тізім шығады. Өйткені сен ештеңе істемейсің. Отырып алып әлдеқандай ғажайыптарды күтесің. Басыңнан асқан қарыз мен несие, тағысын тағы, бұл тізімді жалғастыра беруге болады. Егер сен өз өміріңді бақылап, осыдан 15 жыл бұрын, немесе 10 жыл бұрын, мейлі 5 жыл бұрын, құрып кетсін тіпті жарты жыл бұрын өз қолыңа алған болсаң, өзіңді жеңген болсаң, дәл қазіргідей өзге түгілі өзің жек көретін осы күйге түспес едің. Сондықтан сенің қанша жаста екеніңе қарамастан айтарым, жаңа өмір бастауға әлі де кеш емес. Жеткілікті уақытың бар. Тек осыны іске асыр. Бірақ сен әлі де ештеңе істегің келмейді. Қалағаның сол аз уақытта жеңіл жолмен көп ақшаға ие болғың келеді. Бірақ олай болуы мүмкін емес. Сенің басты проблемаң мынада. Сен $1,000,000-ға 2 жылдан кейін жетуді емес, дәл қазір күніне $100 алуды қалайсың. Осы бөлмедегі көп адамдар, YouTube-тегі көптеген көрермендер дұрыс түсінуі қажет. Әйтпесе, жағымсыз болса да айтайын, өз өміріңді тек өзің ғана сүреңсіз етіп жүрсің. Егер сен бақытты ақшаға сатып алуға болмайды деп ойласаң, қателесесің. Мүмкін сен оны қайдан сатып алу керек екенін білмейсің деген сөз. Сен көп ақша тауып, онымен әлемді құтқаруға болады. Көп ақша тауып Бразилияның орманын құтқара аласың, қаншама үй-күйсіз адамдарды құтқара аласың. Сен көп ақша тауып, сол арқылы жаман ауруға шалдыққан Африкада көптеген науқас балаларды құтқара аласың. Ал ақшасыз ештеңені құтқара алмайсың. Артық ештеңе жасай алмайсың. Сен қандай болсын ақша тапқаныңша ешкімге жеткілікті көмектесе алмайсың. Мойындашы, ол ащы да болса шындық қой. 2 түрлі тізім құр. Біріншісіне мақсаттарыңды бөліп жаз, яғни жақын уақытқа деп ең қажеттісін, сосын қысқа уақыт ішіне, одан кейін ұзақ уақыт деп бөл. Мейлі ол жеке өмірге немесе бизнеске қарай болсын бәрібір. Екінші тізімдікке соңғы аптадағы сөйлескен адамдардың тізімін жаз. Мәселен, бірінші тізімге 8 мақсат қойыңыз. Жаңа жерге көшу, кітап оқу, семинарға қатысу, жыл соңына дейін $10,000 табу, көлік сатып алу, 3 айда 10 килограмм арықтау, шетел асу, Еуропаға қыдыру, осы жазда парашютпен секіру деген сияқты. Ал екінші қатарда соңғы аптада байланыс жасаған 10 адамның атын жазайық. Енді осы екінші қатардағы сөйлескен адамдарға байланысты мақсаттарыңды сәйкестендір. Жалпы сенің сол адамдармен байланысыңның болашақтағы үлкен мақсатыңа жетуге қандай да бір пайдасы бар ма? Олар сенің мақсатың үшін маңызды ма? Нәтижесі сені таң қалдырады.
Сен маған достарыңды көрсетсең, мен сенің болашағыңды көрсетем. Бір орында тұрып алып, жарықтың жылдамдығынан тез сылтау ойлағанша, тым болмағанда тасбақаның жүрісімен болса да мақсатыңа қарай ұмтыл. Есіңде болсын, егер сен іске асыруды бастамасаң, ешқандай мотивациялық видео, ешқандай кітап, ешқандай семинар саған көмектесе алмайды. Барлығы өз қолыңда. Қазір баста, қазір істе.